Бақа мен жабайы қаздар. Бір үлкен өзеннің жанында бақа өмір сүріпті. Оның екі жақсы көршілері болды. Олар қаздар еді. Олар бірге ойнайтын, көлде жүзетін. Бұл жер оларға өте тамаша мекен еді. Бір күні жазда күн ысып, жаңбыр жаумай қойды. Көл құрғап, суы азая бастады. Енді оларға не істеу керек? Содан кейін екі жабайы қаз ұшып кетуге шешім қабылдады. Себебі өмір сүру үшін оларға су қажет. Бақа оларға: менің сендермен бірге ұшқым келеді. Егер сендер ұшып кетсеңдер, мен жалғыз не істеймін? Жабайы қаздар алаңдап былай деді: о қымбаттым, біз де сені тастап кеткіміз келмейді. Мүмкін біз бірге ұшармыз. Сонда біз көрші болып бірге дос болармыз. Бірақ мәселе, біз ұша аламыз, ал сен ұша алмайсың. Бізде қанаттар бар. Біз тез және алысқа ұша аламыз. Ал сен тек секіре аласың және бізді қуып жете алмайсың. Бақа өте ақылды еді. Ол біраз ойланып, қуанышпен айтты: мен ойлап таптым. Не ойлап таптың? Бізге айтшы. Ұзын таяқ табуымыз керек. Біреуі бір ұшынан ұстайды, екіншісі екінші ұшынан ұстайды. Ал мен ортасынан ұстаймын. Солайша мен сіздермен бірге ұшып кетемін. Керемет, сен жақсы ойлап таптың. Екі жабайы қаз бұл жаңалыққа өте қуанды. Бақа таяқты тапты. Сөйтіп, екі жабайы қаз бен бақа ұшып кетті. Олар ауылдың үстінен өткенде, тұрғындар оларды бақамен көріп, айқай: қараңдар, жабайы қаздар бақамен ұшып бара жатыр. Қандай ақылды жабайы қаздар! Бақа мұны естіп ренжіді және ойлай: бұл менің ойым. Демек, мен ақылдымын. Олар әрі қарай ұшып кетті және басқа ауылдың үстінен өтті. Ауыл тұрғындары оларды көріп: қандай ақылды жабайы қаздар! Олар бақаны өздерімен бірге алып кетіпті. Бақа өзін бақытсыз сезінді. Бұл менің ойым. Мен ақылдымын. Және бақа бұл сөздерді дауыстап айтқысы келді. Олар енді үшінші ауылдың үстінен ұшып өтті. Адамдар оларды көріп айқайлады: қараңдар, аспанға қараңыздар. Жабайы қаздар бақаны алып ұшып бара жатыр. Қандай ақылды жабайы қаздар! Бақа ренжіді, себебі бұл оның ойы еді. Және дауыстап айқайлай: бұл менің ойым. Мен ақылдымын. Бірақ өкінішке орай, ол аузын ашқан сәтте бірден құлап кетті.